сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Лайк басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Халық әртісі Роза Рымбаева әнші ұлы Әли Оқаповтың мәлімдемесі туралы не ойлайтынын айтудан бас тартты. Жақында Роза Рымбаева Грэмми иегері Иманбек Сейкеновтың шығармашылығын сынға алған болатын. Халық әртісі қазақстандық диджейдің жай ғана жолы болғанын айтты. Осы мәлімдемеден кейін желі қолданушылары әншіні сынап тастады. Таяқтың бір ұшы оның ұлы Әли Оқаповқа да тиді. Көп ұзамай Оқапов бейнеүндеу жазып анасының Иманбек жайлы пікірмен келіспейтінін, бұл жағдай жанын жабырқатқан адамдардан кешірім сұрауға дайын екенін мәлімдеді. Экспресс-кі басылымы Роза Рымбаева хабарласып, оның айтқан сөздер туралы не ойлайтынын сұрады. Алайда ол жауап беруден бас тартты. Мен Иманбек туралы пікір айтудан мүлде бас тартамын. Журналистерге сұхбат бердім. Енді мен қалған әңгімелерге тартудың қажеті жоқ. Дұрыс па айттым, болды. Келісемін, келіспеймін, біреу қарсы, біреу қолдайды. Маған мүлде бәрібір деген Рымбаева телефонды қоя салды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.